Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай үй жағдайында өте дәмді, ауызда еритін медовый торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, май, 6 жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, ұн және бал қажет болады. Алдымен шұңғыл ыдысымызға жұмыртқамыздың ағы мен сарысын осылай ажыратып аламыз. Енді жаңағы жұмыртқамыздың ағын миксердің көмегімен бастапқыда жай жылдамдықтан бастап жоғарғы жылдамдыққа дейін жақсылап осылай көпіртіп қозғап шығамыз. Енді оның үстіне 200 грамм қантымызды салып, тағы да осылай көпіртіп, араластырып қозғап шығамыз. Енді жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын бірден бәрін қоспаймыз, екіге бөліп, үстінен қосып, оны да араластырып шығамыз. Ендігі кезекте бізде осындай пастуши деген май болды. Осы майды микроволновканың көмегімен немесе газға жай отқа қойып, осылай ертіп аламыз да, жаңағы араластырған қоспамыздың үстіне құйып, тағы да оны жақсылап араластырамыз. Араластырған қоспамызды бір шетке ала тұрамыз. Енді ыдысымызға 2 ас қасық толтырып, балымызды саламыз. Және балымызды салғаннан кейін оның үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салуды ұмытып кетпеңіздер. Ас содасын салып, жай отта балымызды араластырамыз. Араластырған кезде оны араластырып қойып ұмытып кетпейміз. Яғни оны қолымызбен үзбей жақсылап араластыра береміз. Яғни осы кезде біздің балымыздың түсі сарғыл түске енеді. Сарғыл түске енгенше тоқтамай осылай араластырамыз. Міне біздің жаңағы балымыз осылай сарғыл түске еніп, осылай ериді. Енді осыны бағанағы араластырған қоспамыздың үстіне салып, тағы да барлығын миксермен миксерлеп шығамыз. Енді бір кесе ұнымыздың үстіне 18 грамм қамыр қопсытқышымызды салып, екеуін бірге ұнмен араластырамыз. Және бұл ұнды жаңағы қоспамызға салған кезде барлығын бірден салып жібермейміз. 3 бөлікке бөліп сала отырып, араластырып, қою қолмалжың болғанша араластырамыз. Бірден барлығын салып жібермейміз. 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Міне біздің жаңағы қоспамыз осындай қоймалжың қою болады. Енді алдын ала қыздырылған ыдысымыздың ішіне осылай майымызды жағып, оның бетіне ұн себеміз. Себебі біздің қоспамыздың ішінде бал болғандықтан ол жабысып қалуы мүмкін. Немесе орнына қағаз төсесеңіздер де болады. Енді мен өзім ылғи осылай жасаймын. Жаңағы қоспамыздың барлығын үстіне құймаймыз. Тең екіге бөліп, 2 рет оны пісіріп аламыз. 180 градуста
20-25 минут пісіріп аламыз. Енді ол коржиларымыз піскенше сары майымызды осындай ыдысқа салып, оның үстіне сгущенкамызды салып, арасына жағатын кремімізді дайындап қоямыз. Егер өздеріңізде басқа крем жасай алатын болсаңыздар, басқадан ұн, сүттен жасайтын болсаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз басқа да крем қосып жасасаңыздар болады. Мен енді осылай сары май мен сгущенканы араластырып, осылай арасына жағамын. Міне осылай жағатын кремімізді алдын ала дайындап қойып қоямыз. Міне біздің жаңағы алғашқы бөліп құйған коржимыз пісті. Енді оны зубочистканың көмегімен тексеріп көреміз. Егер құрғақ болып шықса, онда пісті деген сөз. Енді осы коржиміздің 4 жағы, осындай қатты жақтарын осылай бірдей формаға келтіріп кесіп аламыз. Бұл кескен коржиларымыз бізге керек болады. Оны барлығын үгітіп, торттың бетіне себетін боламыз. Міне екінші бөліп құйған коржиларымыз да пісті. Енді жаңағы алғашқы 4 формаға келтіріп кесіп алған бірінші коржимізді осылай қойып аламыз қағаздың бетіне. Сосын оның үстіне жаңағы дайындаған кремімізді осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Енді оның үстіне жаңағы екінші коржимызды үстіне қоямыз. Бірдей қылып оны кесіп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай үстіне қойып, оның бетіне қалған кремімізді де бір тегіс етіп жағып шығамыз. Кремдерімізді бір тегіс етіп жаққаннан кейін, ол өзі ыстықта жағылғаннан кейін, анау бетіндегі майлары бір-біріне еріп, сіңіп, дәмі өте керемет болады. Міне осылай барлық кремдерімізді бір тегіс етіп жағып аламыз да, жаңағы майдағып үгіткен коржиларымызды бетіне барлығын осылай жауып, сеуіп шығамыз. Міне сонымен біздің медовый тортымыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп, оның дәмін көрсететін боламын. Міне енді тортымыздың дәмін көреміз. Дәмі өте керемет, жұмсақ, ауызға салса ерейтіндей болып пісіп шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Қонаққа, дастарханға да ұялмай қоя берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өздеріңіздің әдемі пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписация бөлімдегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, каналымнан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Бізге ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Алтынай.